Ең алдымен сушиге арналған күрішті бірнеше рет жуып аламын. Су мүлдем мөлдір болғанша жуған дұрыс. Сол кезде күріш бір-біріне жабыспайды және әдемі піседі. Жуып болған соң күрішті кастрюльге саламыз. Кастрюльге салып болған үстіне бір шымшым тұз қосамын. Дәмін ашу үшін аздап қана бірнеше тамшы өсімдік майын құйып жіберемін. Енді үстіне алдын ала қайнатып алған ыстық суымды құямын. Су мөлшері күрішті толық жауып тұру керек. Қақпағын жауып, баяу отта өзіне жақсылап суын сіңіріп жұмсақ болып піскенше дәмдеймін. Күрішім пісіп жатқан кезде ішкі салмасын дайындауға кірісемін. Алдымен қиярды алып жақсылап жуып аламын. Еш жерін тазаламай ұзынан екіге бөліп, сол күйі ұсақ-ұсақ қылып турап шығамын. Сушиге дәл осы табиғи қытырлақ дәм береді. Одан кейін краб таяқшаларын көшемін. Қаптамасын ашып, әр таяқшаны жұқалап бөліп, кейін оны да ұсақтап турап аламын. Ұсақтап турағанда қоспа жақсы араласады. Әрі сушидің ішінде әдемі көрінеді. Дайын қияр мен крабты бір ыдысқа саламыз. Дайын творожный сырды ыдысыма салып дайындап қойдым. Сушиге арналған нәзік әрі өте дәмді салмам дайын. Күрішім толық піскен соң, оны кенже ыдысқа ауыстырып аламын. Аздап суығын күтемін. Тым ыстық кезде сірке жақсы сіңбей қалуы мүмкін. Енді үстіне яблочный уксус құямын. Көп емес, тек дәмін ашу үшін жеткілікті мөлшер. Сірке күрішке жеңіл қышқыл дәм беріп, сушиге тән хош иіс шығарады. Күрішті қасықпен араластырып аламын. Енді сушидің ең қызық бөлігіне көшемін. Алдымен пергамент қағазын жайып алдым. Бұл күріштің қолға тақтайға жабыспай, әдемі формалауына көмектеседі. Дайын күрішті пергаменттің үстіне тегіс етіп жайып, шығамын. Қалың да емес, тым жұқа да емес, ортасынан біркелкі етіп тегістеймін. Келесі қадам ішкі салмағына қосу. Алдымен творожный сырды алып, күріштің үстіне жіңішке қылып жағамын. Сосын турап дайындап қойған қияр мен крабты бір қатарға етіп салып шығамын. Енді пергаменттің көмегімен сушидің ораймын. Қағазды үзіме қарай тартып, салмасын ішінде мықтап ұстап тұрып, жақсылап жабыстырып қысып аламын. Осындай қаттырақ басу форманың дұрыс шығуына көмектеседі. Одан кейін қолыма сәл ғана май немесе су жағып аламын. Бұл күріштің қолға жабысып қалмауы үшін. Енді сушидің қолмен пирожки сияқты етіп формалап шығамын. Жақсылап тегістеп, ұшын жинап, әдемі форма беремін. Міне суши рулондары қуырылуға толық дайын. Енді сушидің сыртын қуыруға дайындаймын. Алдымен бір ыдысқа 3 жұмыртқаны сындырып салдым. Жұмыртқаларды жақсылап біркелкі болғанша венчикпен немесе шанышқымен збиваю. Түгел араласып жеңіл көбік шыққанша ұстаймын. Дәл осылай панировка жақсы жабысады. Жеке ыдысқа егер қолымда крупный панировочный сухар болса, соны қолданамын. Сушидің сырты ерекше қытырлақ болады. Енді қалыпқа келтіріп қойған суши бөліктерін алдымен жұмыртқаға батырамын. Барлық жері жұмыртқаға жақсы сыланғанын көз жеткіземін. Содан кейін бірден панировочный нанға ауыстырып, барлық бетін әдемілеп жағып шығамын. Қолымен ақырын басып, панировканы жақсы жабысуына көмектесемін. Міне суши рулондары алтын түсті қытырлақ қабыққа дайын. Енді қуыруға көшемін. Енді дайындап қойған суши рулондарын қуыруға кірісемін.
Табаға аздап май құйып жақсылап қыздырып аламын. Май қызған кезде суши бөліктерін абайлап салып шығамын. Орташа отта барлық бетін біркелкі қуырып шығамын. Сырты алтын түске еніп қытырлақ корочка пайда болғанша айналдырып тұрамын. Дәл осылай қуырып алғанда сыртынан қос, ішінен жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Егер рецептім ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда бұдан да дәмді видеоларым болады.